3 жылдан бері мемлекеттік статусқа ие болып, барлығымыз асыға күтіп, бірге тойлап жүрген республика күнінің жалпы тарихын білетін бе едіңіз? Білмейтін болсаңыз, мен сізге айтып беруге тырысайын. Бұл дүние 1990 жыл басталады. Яғни 1990 жылдың 25 қазанында қазақтың сол кездегі 30-ға жуық алыптары, сол кездегі қазақ депутаттары, оның ішінде Шерхан Мұртаза бар, оның ішінде Әбіш Кекілбаев бар деген сияқты, барлығы қазақ КСР-ның егемендігі жайлы декларация толтыра бастайды, декларацияны бастайды. Әрине, бұларға оңай соқпайды, себебі Совет өкіметінің сұрапыл саясаты шынымен де қазаққа тізесін батырып тұрды. Оның алдында себебі 86 жылғы қырғын болғанда ешкім ұмытқан жоқ. Жалпы бұлар ештеңеден қорықпай, сол кездегі қазақтың алыптары осы дүниенің соңына дейін алып барып, қазақ өзінің егемендігін алады. Сөйтіп 1995 жылдың 25 қазанынан бастап қазақ өзінің республика күнін тойлай бастайды. Бірақ бұл мерекеге тек ұлттық деген ғана статус беріледі. 2001 жылы бұл мерекеге мемлекеттік деген статус беріледі, бірақ 2009 жылға дейін ғана ұсталып тұрады ол статус. 2009-дан бастап тек ұлттық деңгейіне қайтадан түсіп қалады. Сөйтіп 2022 жылы ғана біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұл мерекеге мемлекеттік деген статус береді. Біліп жүрейік ағайын.